Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Белгіні жазып алыңыздар. Белгі Ғалымжанның қолында. Жүрегім мұзданба. Не деген белгі бұл? Назым бұл пікірлерге бұлданба. Бұлданба дейді. Назым, сізді тезірек келіңіз, тезірек оралыңыз. Жаңа құтқар тезірек кел деп жатыр еді, енді күтеміз сізді. Ал енді бізде шымылдық жабық және жаңа үміткердің таңдауы кім? Кім? Ислам дейді, Жанерке деп жатыр, Ақмарал дейді, Алан деп жатыр, Еңілік дейді, Аруна дейді. Ендеше көп сөз байын айтайын, жаңа үміткердің таңдауы Сәддәулет. Үміткер келді сізге. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті көрермен, қалайсыздар Балауса ханым, амансыздар ма? Құрметті қатысушылар, ассалаумағалейкум баршаңызға. Дайынсыз ба қарсы алуға? Дайын сияқтымын ба? Негізі енді Сәддәулет, сіз күтпеген сияқтысыз, себебі сізге үміткерлер жалпы жиі келеді. Күні кеше қоштастыңыз. Күні кеше қоштастым, жолым ашылып отқан сияқты, жай. Балауса ханым, Ал, иә? алдында мен үміткер шақырып беремін Сәддәулетке, содан кейін жол ашылған сияқты, уже содан кейін? қатарынан келеді ғой. Менің арқам дейді Ғалымжан. Қыздар шақырып берші, шақырып берейін ба? Ақмарал, Айжан. Кімге? Айжанға Ақмарал маған шақырып берші деп жатыр. Екеуінің біреуіне шақырыңыз, содан кейін көзімізді жеткізейік. Айжанға шақырып берейінші, Айжан алдынан айтып жүре шақырып берші деп. Ал Айжанға. Ортаға шығып, рұқсат па? Мейлі шақырыңыз. Балауса ханым менен тезірек құтылғысы келіп жатыр бұл ше? Аңдымасын деп. Құрметті жігіттер, осындай Айжандай кереметте қыз керек болса, мына жаққа қарап тұр айта берейік. Осындай керемет қыз айырылып қалмайын десеңіздер, етарақ бұл үміткер болып келіңіздер. Керемет қыз негізі. Бұл енді панек күн келеді сізге. Күтеміз сіздер. Бұйыртса, келіңіздер, өте керемет қыз. Әрине үміткер келсін, бірақ әйтеуір Ғалымжан үміткер шақырған Нұрдәулет те Шерхан да жоқ қазір. Енді ол жағынан жоқ кетіп жүрмесін. Понедельник мен бұл ортадан кететін сияқтымын ба сонда? Сіз де болған едіңіз ғой ол жерде. Мен де болып едім ғой. Бірақ енді сізге басқаша әсер етіп тұр. Сізге үміткерлер көбірек келіп тұр. Онда. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Шақырамыз ба? Шақырайық. Дайын болсақ ендеше Сәддәулеттің жаңа үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Танысайық өзіңізбен. Есіміңіз? Зарина болады. Зарина. Әдемі есім. Жасыңыз нешеде? Жасым 18-де. 18-де. Сіз қай жақтың тумасысыз? Шымкент қаласының тумасымын. Қазір Алматыда тұрасыз? Иә, қазіргі таңда Алматы қаласында. Неге Сәддәулетті таңдадыңыз? Қай қырын ұнаттыңыз? Ең басында маған сырт келбеті ұнады. Маған өзіме осындай толықтау, бой ұзын, әдемі сондай. Енді олай емес енді. Маған өзімнің вкусым сондай негізінде. Маған сондай балдар ұнайды. Сәддәулет, сұрақтарыңыз? Сосын өзін сыртта ұстауы, дейтін қыз баланы сыйлауы маған сол жақтар ұнады. Иә. Толықтау баланы таңдап келгеніңізге рахмет. Қош келдіңіз, Зарина. Мені таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Қазіргі таңда оқисыз, жұмыс істейсіз? Қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмын. Не сала бойынша? Автосфера саласында. Автосфера? О, күшті. Шымкент қаласынан, Шымкент қаласының тумасымын, қазіргі таңда осы Алматы қаласында тұрамын. Шымкенттің өзі ма или? Иә, өзінен, өзімнің ауылымда бар. Әдемі. Алматыда жүргеніңізге қанша болды? Биыл келдіңіз ба или? Мен негізіне көбінесе Ақтау қаласымен осы Алматы қаласына екі жақта жүремін постоянно. И осы жаздан бері, осы бір жарты жылдай болды, осы Алматыда жүрмін. Әдемі. Үйіңізде қаншаусыздар? Үйде төртеуміз. Төртеу? Бізде төртеуміз. Не, сіз қаншасыншысыз? Мен ең кішкентаймын. Менен кейін екі ағам бар, және де әпкем бар. Ерке қызбын деңізші? Иә.
ата анаңыз біледі ғой жобаға келгеніңізді? иә біледі. Әдемі. Қанша бауырыңыз? Аға, әпке? 2 ағам бар және де 1 әпкем бар. 2 ағаңыз, 1 әпкеңіз бар. Күшті. Ас үйіне қалай қарайсыз? Қалай? Ас үйіне қалайсыз? Тамақтар дайындай аласыз ба? Жақсымын, бүкіл істей аламын. Да? Мант істей аласыз ба? иә О, оны күшті. өлтіремін ол. Оны өлтірсеңіз болды. Не, спортпен шұғылданасыз ба? Хоббиларыңыз бар ма? Спортпен дегенде мен дейтін өзім спортқа қатысатын едім, футбол, волейбол дегенге қатысатын едім баяғыдан. Каратеге қатысқанмын. Футболға қатысқанмын? Иә. Әдемі. Мен жарыстарға барып солай жүретінмін, одан кейін мен қыз баласының несі болмаған соң ол жақтан шығып кеткенім бар. Өте керемет, күшті. Ал өзіңіз? Иә, мен спортқа қатысам. Аралас жекпе-жек деген спорттың түрімен айналысамыз. Так, сосын қандай сұрағым бар тағы да? көбек керек па? Өз уақытыңызда хобби деген сияқты нәрселер. Балсахан, мен сұрақ қойдым. Қазір сұрағым қойды. Содан кейін сіз ғой. Тауға шығып деген сияқты ондай жоқ па? Тауға шығам, иә, бос уақытымызда тауға шығып қайтамыз, постоянно. Болды онда. Самый главный сұрақтар. Сәйкес келді, иә? Шолпан. Зарина, қош келдіңіз. Жерлесім екенсіз, өте әдемі қыз рахмет. екенсіз. Бізде енді мынандай сөз бар ғой, қазақта қыз адам ер азаматтан 1 саты төмен жүреді деген сияқты ше. Енді сіз сол нәрсені ұстанасыз ба жалпы? Және де мына сіздің стиліңіз үнемі осындай ма, немесе басқа да киімдер киесіз ба? Және де сізге айтқым келетіні алдағы уақытта Саддәулетпен барлығы жақсы болып жатса, сізге осындай кейбір бір киімдеріңізге, өзіңіз стиліңізге байланысты тыйым салып жатса, сіздің көзқарасыңыз қалай? Өзгертуге дайынсыз ба? Ұзын киімдер ки десе, мысалы жабық киімдер ки деп айтса, сіз қалай қарайсыз оған? Ол жағын егерде мен жігітті шын жақсы көріп қалсам, конечно же, соның қалауына сәйкес істей жүруге тырысам. Бірақ та егер жігіт мені жақсы көріп тұрса, то тоже менің де выборларыма келседі деп ойлаймын. Рахмет. Қайырлы күн. Сандуғаш. Ханым. Зарина, қош келдіңіз. Өте әдемі сұлу қыз екенсіз. Рахмет, қош көрдім. Саддәулетке жалпы Зарина деген қыздар ұнайтын сияқты. Мен сұрағым, Ұнамайды, айнамаңыз. Саддәулет бізде салт дәстүрге жақын бала ғой енді. Ұстанатын, сол сіз өзіңіз кейін болашақта ата енемен бірге тұруға қалай қарайсыз? Сосын жалпы сізде отношения бұрын болған ба? Жігітпен жүріп көргенсіз бе? Соңғы арақатынасыз? Жоқ, менде отношения болмаған, бұрын соңды менде болды, сөйлесулер болды, бірақ отношения деген болмаған. Сол себепті өзім жүрдім, күтіп моментті отношения құруға деген сияқты, содан кейін барып мені келіп отырмын. Әдемі. Анау, мен айта салайыншы, салт дәстүрге жақын деген сияқты. Мен қатты негіз андай қазақилық деп айтады ғой. Ол нәрселерге қатты бүйтіп салт дәстүр деген мен көп түсіне бермеймін. Бірақ енді маңызды нәрселерін білемін да. Сол себептен енді мен андай болашақта ата-анаммен тұрамын деген сияқты да нәрсе жоқ. Мама айтқан, өзің қалаған қызыңды аласың, және де еншіңді берем. Қаласам сенмен тұрам, қаласам үлкен ағаммен тұрам, болмаса ініммен тұрам деген сияқты. Мен жалпы айтқанда былай сырттың баласымын ғой, мен үйдің адамы емеспін да. Сол үшін алдын ала айтып жатқаным. Бөлек тұрамыз деп айтып қойып жатқаныңыз ғой. Анам да тұрып қалуы мүмкін. Иә. Айжан. Баласахан, мына жерде жігіттерді қараңызшы бар ғой. Зарина, қош келдіңіз. Рахмет. Сразу бар ғой, алдында ойбай қысқа кимеу керек деп жатыр еді. Енді мына жерде бар ғой, отырып алып, жаңағыдай эмоцияларын жасыра алмай отыр бар ғой, алдымда, артымда отырып алып мына жігіттер. Мысалы. Жоқ, Баласа ханым, бәрі деуге келмес деп ойлаймын. Өйткені мына жерде қарсы болып отырғанда жігіттер бар, кішкене өздері ұялып отырған жігіттер бар деген сияқты. Енді үміткер ханым, қош келдіңіз, бірақ мен ойлаймын да, жалпы Саддәулет енді былтырғы сезоннан бері жалпы қысқа киінге өте бір қарсы жігіттердің бірі да. Енді Саддәулетке сұрақ, жалпы қасыңызда қызыңыз қысқа киіп, және менің таңдауымды құрметте деген секілді өзінің талаптарын қойса, оған көзқарасыңыз қалай? Және қызға сұрақ қойғым келіп отыр, жалпы Саддәулет өнер адам болғандықтан қызғаншақсыз ба? Тойда, концертте жүрсе деген секілді. Жоқ, мен егерде жұмыс бабымен болса, оны түсінемін. Баласа ханым. Мен сұрағым бар ғой, маған сұрақ қойды, жауап берейін де. Қысқа киімге шынымды айтайын, көзқарасым қатты дұрыс емес негізінде. Андай бүйтіп, ойбай кимеу керек, ойбай жүрмеу керек демеймін. Бірақ менің қасымда отырған, менің таңдауымдағы болған адам қысқа киінгенін қаламаймын. Себебі кеше Нұржан бауырым да осы жерде қатты ашуланып айтты ғой. Оған қарайтын көз бар деген сияқты. Енді әркім өзіне жауап береді, бірақ та менің қасымда отырғаннан кейін ол менің намысым деп білемін да. Ол менің ар ұятым. Сол үшін ол да мені жерге қаратпайтындай сәл қысқа кимейді деп ойлаймын енді. Болашақта да енді. Иә, Ағерке. Зарина, қош келдіңіз. Бірақ сұрайын дегенім, енді 18 жас деген өте жас деп ойлаймын. Негізі тұрмыс құруға, үлкен отношенияға әлі ерте деп. Сіздің негізі ата-анаңыз қалай қарайды? Саддәулетті таңдап келгеніңізді біле ма?
оны таңдап келгенімді білмейді, бірақ осы жаққа келетінімді біледі. Мен только әпкем біледі, что осы Садәулетке келетінімді. Әпкеңізге Садәулет ұнап қалды, иә? Иә, көрсеттім осылай деген сияқты, сосын барып көрсе деген сияқты, неге сынамасқа деп айтты. Кейін келдім. Сонда получается, егер де сіздерде бәрі жақсы болып жатса, таныстық жақсы болса, жұптық, сіз негізі тұрмысқа дайынсыз ба өзіңіз? Әлде оқисыз ба деген сияқты? Оқуды да оқимын. Себебі оқу артық етпейді, тұрмысты артық етпейді деп ойлаймын. Просто Балауса ханым, негізі көп қыздар сөйтіп айтады да, мен анамды үлгерем, мынанды үлгерем деген сияқты. Бірақ ондай нәрсе болмайды, біз ойдағыдай бәрін романтизировать етудің қажеті жоқ. Егер де сіз шынымен де тұрмысқа дайын болсаңыз, ол жерде уже оқу оған үлгермейсіз. Сіз тек қана бір нәрсені дайындап, сол нәрсеге дайын болу керексіз деп ойлаймын. Және де негізі Заринаға енді 18 жас тым жас деп ойлап тұрмын. Мысалға, кешеде айтып кеттік қой, 18-де кейбір қыздар бір ой санасы енді жетілдірілген сондай сияқты болып көрінеді ғой. Бірақ Заринада мен әлі кішкентай қыздың бір қылықтары әлі басылмаған сияқты болып көрініп тұр. Енді сол себепті мен өзіме үлкен адамға, ер азаматқа келіп отырмын. Себебі мен еркелігімді көтере алатындай, білмеген затымды үйрететін деген сияқты. Жақсы үйретемін негізі ондайларды. Білесіздер ғой. Болсам, одан кейін Зарина қош келдіңіз. Жалпы сіз Садәулетті бұрын қарап біліп келдіңіз бе, әлде просто келе салдыңыз ба? Жоқ, мен бұны баяғыдан қарамаймын. Бұрындары бір-екі рет көргем, одан кейін барып осында көрдім. Бұны зерттеп қарамаппын, себебі өзінен білгім келді оның бәрін. Жоқ, сонда да келесі келгенде просто біліп келу керек. Неге десеңіз, өйткені сіз кіріп келдіңізде, бірақ қазір өзіңізден ұялып отырсыз да, кәдімгідей қысылып отырғаныңызды байқап тұрмын. Одан кейін сіздің ата-анамен бірге тұруға көзқарасыңыз қалай? Жақсы. Жаңа ғана айтты ғой, және мен сұрайын дегенім, енді бірен саран тиіп қашып білетін болсаңыз да, бұрынғы қарым-қатынастары жайындағы көзқарасыңыз. Кімге? Садәулетке. Маған бұрынғылар қызық болмайды, егер де бірінші менімен бастайды ғой жаңадан. Маған бұрынғы өмір қызық. Балауса ханым, менде сұрақ бар. Балауса ханым, сұрақ қоя кетсек. Иә. Енді жаңа еркек тарапты ғана айтып жатырмыз ғой, гастрольге шығып кетсе дейтін сияқты. Мысалы, Зарина да айтып жатыр, мен біресе Алматыда, біресе Ақтауда боламын деген сияқты әңгіме ғой. Соған Садәулет, сенің көзқарасың қалай? Бір 15 күнге жоғалып кетсе, болмаса гастрольге кетіп қалса, қалай қарайсың оған? Жаңа бұл сұрақ негізі қойылған еді, бірақ дегенмен де керісінше болды, иә, сізге қойылды. Садәулет не деп жауап береді? Шымылдық ашыла ма жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білетін боламыз.